дәмі керемет болып шығатын бәліштің рецептін бөліспекшімін. Ең бастысы аз уақыт және миксерсіз дайындалынады. Ал енді рецепт қарайық. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқаның үстіне шекерімізді қосып жақсылап араластырамыз. Сосын жұмсартылған сары майымызды, қаймағымызды үстіне қосып тағы да араластырамыз. Сүзбемізді қосамыз, араластырамыз. Қопсытқышты қосамыз, үстінен ұнымызды електен өткізіп қосамыз, бөліп қосып араластырамыз. Осында қою масса пайда болады. Қалпымызға құйып шығамыз. Құйып болғаннан кейін қалпымызды үстелде кішкене ұрлап жібереміз біркелкі болу үшін. Сәндік үшін шоколад қостым. Алдын ала пешіміз қыздырамыз. 20-30 минут пісіріп аламыз. Назарларыңызға рахмет.